Our кино шоу каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Жапонияның мафия ұйымы Якузаның тіршілігін бейнелеген озбырлық фильмін таныстырамыз. Жапонияның Санакай мафиясына қарайтын Икемото түрмеде жатқан кезінде гангстер Мураси мен қоян қолтық араласып, жан дос болып кеткен еді. Түрмеден шыққан соң Мураси ұзақ жыл Икемотоның арқасында өзі топ құрып күшейіп кеткен еді. Бірақ Санакай мафиясының атаманы Мурасиның есірткі саудасына қызығып, Икемото мен Мурасиның арасының жақындығына наразы болады. Атаманның ойын түсінген орынбасар Като Икемотоға Мурасиның көзін құртуды бұйырады. Ойланбастан мақұл дегенмен досына қол салды деген атақ қалмау үшін бұл істі қол астындағы Отомоға тапсырады. Сөзге шорқақ, бірақ іске мықты Отомо бұл істі ешкім сөкпейтіндей етіп жасау үшін айласын сайлай бастайды. Ол алдымен Мурасиның іргесінен офис ашады. Бұл кейін бүлік шығарып саудасын тартып алуға ыңғайлы еді. Содан жерлік полиция бастығын тауып пара беріп, бір көзін қысып жүруді тапсырады. Осылайша дайындық бітіп қимыл басталады. Ол бір күні кеште қол астындағы жуанбасты Мураси ашқан клубқа жібереді. Бұл клубтың ерекшелігі қонақтарды алдап кіргізіп, ішіп жеп болғасын, тапсырыс берген заттың бағасын қымбаттатып ақша бопсалау екен. Егер көнбесе үркітіп қорқытады екен. Жуанбас амалсыздан ақшаны офисқа бірге барып алуын өтінеді. Кетерде тіптен офиста шынымен ақшаң болсын деп сес көрсетеді. Жолда Жуанбас офисқа хабарласып ақша дайындап қоюын тапсырады. Офисқа келіп Икемотоның белгісімен аты жазылған тақтайшаны көрген клуб қызметкері сасып кетеді. Осы кезде ол бұлардың айласы екенін біліп, берген ақшасын алып қашып кетеді. Көп ұзамай бұл істі білген Мураси қате адамға тиісіп істің насырға шапқанын сезеді. Амалсыздан көмекшісі Кимураны 2 есе ақшамен кешегі жігіттің саусағын алып кешірім сұрауға жібереді. Отомо кешірім сұрауға Мурасиның өзі келмегенін бетіне басып, Кимураның бір саусағын қалтырып кетуді бұйырады. Намысқа тырысқан Кимура пышақты алып саусағын кесе бастайды. Бірақ өтпейтін пышақпен қанша күшесе де кесе алмаған Кимура олардың намыссыздығын бетіне басып тілдей жөнеледі. Отомоның күткені де осы даудың басы еді. Ол пышақты алады да Кимураның бетін тілгілеп тастайды. Кимураның түрін көрген Мураси бұл істің артында бір ши бар екенін біліп, досы Икемотоға келеді. Икемото түк білмегенсіп жалтарады. Осы істен кейін Мураси Икемотодан күдіктене бастайды. Ал Кимура мен клубтағы жігіт өштерін алу үшін сыртта отырған жуанбасты талдырып көлікке салып, ен далаға апарып сабап өлтіреді де мүрдесін офисына тастап қояды. Көп ұзамай бұл істі естіген атаман Икемотоны Мурасині еркелетіп жібердің деп сөгеді. Салмақ Отомоға түседі. Клубтағы жігіт жан сақтау үшін пойызға отырып қашпақшы болады. Бірақ Отомоның адамы оны бір оқпен жайлай салады. Екі жақтан да адам шығыны болады. Сүлкүйіп екеуі шеше алмайтын дәрежеге жетеді. Досынан қайыр болмайтынын біліп, Мураси атаманға кешірім сұрап барады. Бетінде бәрін жылы қабылдаған сыңай танытқан атаман сырттай бұйрық беріп Мурасиның сазайын беруді бұйырады. Осылайша Мураси жағы айырылып, темір маска тағып шыға келеді. Мураси амалсыздан саудасын Икемотоға өткізіп береді. Мың жерден ұнамаса да лажы болмайды. Осымен іс біткен болады. Бірақ бар күшті шығарған Отомоға түкте бұйырмайды. Баяғысынша Икемотоның қол астында Мурасиның саудасына жауапты болады. Бұған көңілі толмаған Отомоға Икемотоны құлату ойы келеді. Мурасиның саудасын біртіндеп өткізіп алған Отомо жезөкшенің өлгенімен шетел елшісін бопсалап, елшіліктен казино ашып есірткі сатады. Бұл жерге полиция кіре алмайтындықтан саудасы дүрілдейді. Бірақ табыстың бәрі Икемотоның қалтасына кіріп отырады. Атаман Икемотоның саудасы дамып күшейе бастағаннан сезіктеніп, Икемотоның көмекшісі Озауаға Икемотоны өлтірсе, оның орнын өзіне беретінін айтады. Мәнсапқа құмар Озауа бұған мақұл болады. Отомоның казиносы жүріп тұрғанмен табысы азая бастайды. Тұрақты есірткі қоры да жоғалады. Тексере келе бұны Мураси былықтырғанын біледі. Ол саудасын өткізгенімен бұрынғы адамдары арқылы қайта жұмыс бастаған екен. Икемото досының көзін құртпай болмайтынын біліп Отомоны жұмсайды. Отомо саунада отырған Мурасиның көзін өзі құртады. Мурасиның өлімі полицияның назарын аударады. Керегі қалмаған Отомоны мафиялар өз мүддесі үшін полицияға ұстап береді. Алайда дәлелдің аздығынан ол босап шығады. Атаман бұл істің өзіне әсері тимеу үшін Отомоны мафия ұйымынан қуып шығарғанын жариялайды. Бұны естіген Отомо ашуға мінеді. Бүкіл жұмысты өзіне жасатып үлесін бермегені былай тұрсын, полицияға өзін ұстап беріп енді ұйымнан қуғанына наразы болады. Икемото оған бұл атаманның бұйрығы екенін, оның орнын Озауа басатынын айтады. Бірақ бұның бәрін істеген Икемото деп білген Отомо оған сенбей атаманға өзі бармақшы болады да жазасы ретінде бір саусағын кеседі.
Оның бұл қылығын Атаманның көмекшісі Като аямай сөгеді. Атаман Отамоны жылы қабылдап жақын тартып сөйлейді. Бүкіл қулық өзінен шықса да түк білмегенсіп бар кінәні Икемотоға жабады. Өзінің хабарсыз екенін, Икемотоға наразы болғанын, Отамоны қолдайтынын, одан үміт күтетінін айтады. Бұл сөздер Отамоны желпіндіріп, Икемотоны құлатуға бел буады. Қайтып келгесін казинода отырған Икемотоны бір оқпен жолға салады. Атамоның адамдары елшінің машинасымен өлікті көмуге шығады. Жолда тоқтатқан полицейлер машинадан тамған қанды көрсе де, елшіліктің көлігіне тисе алмай жол береді. Ен далаға келген соң, Отамоның адамдары өлікті елшінің көмуіне тапсырып өздері кетіп қалады. Елшінің бұған еш амалы болмайды. Озауа бастығы Икемотоның өлгенін Атаманға хабарлайды да, Икемотоның орнына өзім отырам деп дәметеді. Бірақ Атаман Отамоны өлтіріп өш алмай, бұл орынға отыра алмайтынын ескертеді. Атаман осылайша құр уәдемен талай адамды құртады. Осыдан соң Отамоның адамдары шетінен қырылады, үйімі ойран болады. Тіптен көңілдесі де өлім құшады. Полиция бастығы да Атаманның көмекшісіне сатылып, Отамоға бәрін істеген Атаман екенін, үйімға оның керегі қалмағанын, осылай жүре берсе өлетінін айтады. Барар жері қалмаған Отамо полицияға өзін тапсырып, жанын сақтап қалмақшы болады. Өзінің жоспары іске асып, ойындағысын орындаған Атаман өзінің айласына тәнті болады. Озауада Икемотоның орнына отырғанын естиді, бірақ бұрыла бере Атаманның көмекшісі оны атып жібереді. Атаман еш уақыт уәдесін орындаймын деп ойламаған еді. Атаман жеңдім деп отырғанда көмекшісі оны бір оқпен жайратады. Бұрыннан Атаман болғысы келген көмекші, оқиға орнын Озауа мен Атаман атысқан етіп жасап елді алдайды да, өзі таққа отырады. Атамоны сатқан Ишихара көмекші болып сайланады. Түрмеде қауіпсізбін деген Отамо өзі бетін тілген Кимураға ұшырайды. Кимура оны пышақтап өшін алады. Атамоның өлі тірісі белгісіз кино бітеді. Озбырлар киносы жиыны 3 бөлімнен тұрады. Бүгін бірінші бөлімін тамашаладыңыздар. Озбырлар киносының екінші бөлімін дайындаудамыз. Каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.